Әкемнің қастерлеген папкасы саған құт әкелсін. Дәулет аға, сіз бар өміріңізді бапкерлікке арнайсыз ба? Ал сендердің жеңістерің менің жеңісім. Саған алғысым шексіз. Рахмет. МТС-тің басшылық қызметі бос тұр ма? Оған Майран қойса қалай болады? Сіз сияқты фермерлер көп болса ғой. Болады. Жарайсың. Дегенмен бәрі дұрыс болды. Иә, дұрыс болды. Жігіттер, біраз отыру керек еді кішкене. Ашшылау бірден кемен атап өткіміз-ақ келіп тұр, бірақ спорттық тәртіп. Ертең дайындықтарым бар. Әрине, түсінем ғой. Дәулеттіңмен жол жүреді. Біз қайтайық Қанеке? Иә, білем. Бүгін жігіттерің жақсы өнер көрсетті. Бұл олардың ғана жетістік емес. Сенің ерең еңбегің. Мен оны білем ғой. Дұрыс әрине, бірақ дегенмен де жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Жігіттер, барлықтарымыздың еңбегіміз. Жігіттердің еңбегі. Рахмет сендерге. Дегенмен жігіттерді бүгін алып келу керек еді осы жерге. Мен оларға айтқам, өздері ғой келгілері келмеді. Шыны керек, аяқтармен әрең айтты жаңа. Олар әлі атап өтіп үлгереді. Иә. Дәулет, бірақ мен оларға ұзақ демалыс бермеймін. Жексенбі күні тауға қарай жүгіруге алып барам. Қатты қинап жіберме? Жоқ. Оған жол бермейміз, қорықпа. Жігіттеріңді аяйсың, ә? Білем. Айтпақшы, Дәулет, бүгін федерация басшыларының қасында жүріп, сені қалай мақтап жатқанын естідім. Бәрі таң қалуда. Иә, мен де естідім. Сондықтан бәрі жақсы болады. Сен әлі қалай дайындайсың. Солай деп үміттенем. Ал біз қайтайық. Иә, Линда да тосып болған шығар. Әрине. Ал, жақсы ба? Жақсы. Көлігіңді хаттайды ма? Дәулет, жолың болсын. Рахмет әрге. Көлігің қайда? Ана жерде тұр. Менікі де сол жақта. Жақсы. Жақсы, аманшылықта жол қойып жігіттер. Күтіп алдың ба жаным? Спортшылар сендер қызықтыңдар, е? Неге? Енді спортпен дайындықтан басқа әңгіме айтпайтын сияқтысыңдар. Енді дұрыс қой, әркім өзінің сүйікті мамандығы туралы айтады. Мысалы, сен ән туралы айтасың, дұрыс па? Мен енді ән туралы айтпаймын ғой. Иә, дұрыс кетсем. Сен үшін қуаныштымын. Рахмет жан. Өзімдер шынымды айтсам, тап осылай жеңіске жетеміз деп ойлаған жоқпын. Жігіттерді қаншама жеңіске үгіттеп, бір рух беріп, демеу беріп жүрсем де, жеңіске деген бір сенімдерін арттыруға көмектесіп жүрсем де, өзімнің ішімде бір күдік тұрды. Кәдімгідей қорқыныш болды. Мен қалай қорыққанымды білсең. Аян жұдырықтасқан кезде қорыққанымнан көзімді жұмып алдым. Әй жаным ау, сендік жан көр дейді. Енді қанша дегенмен әйел затым ғой. Трибунадағылар айғайлаған кезде кімнің жеңгенін түсінбей де қалдым. Аян ерледі. Еңбегім еш кетпепті. Осындай қуанышты сәттерге не жетсін, е? Иә. Жігіттер еңбегіңді ақтады. Шүкір. Сен үшін мақтанамын. Сүйем сен. Мен де сені сүйем жан. Кеттік пе? Заттарымызды үйден алып, сосын апама соғамыз, е? Дәулет, жарыс алдында апама хабарласып едім.
Содан? Көмектен бас тартпауымды сұрады. Енді мен бұл әңгімеге енді қайтып оралмайтын шығармыз деп ойлап едім. Мен апаңнан ақша алмаймын. Дәулет, бірақ ол... Линда, бұл әңгімені енді қозғамайықшы. Жарай ма? Түсіндің ғой? Жақсы, түсіндім. Жүр кеттік. Көлікті өзің айдайсың ба? Қанша дегенмен ұзақ жол шаршаған шығарсың. Шаршаған жоқпын. Маған рөлге отыруға рұқсат беретін шығар деп ойласам. Рұқсат беремін саған. Иә? Шын ба? Шын айтам, біздің үйге жетеміз ғой. 2 метр қалған кезде саған берем. Енді аласашы. Сәлем әке. Қалайсың? Жақсы? Мынау немене? Айнұр велосипедке орнатып берші деп еді. Қолымнан келгенше тырысып бақтым. Оны қайтеді екен? Бірдемелер тасиын деген. Сәлем, Болатбек. Сәлем Айнұр. Сәлем. Сәлем Алтынай. Тапсырмаңыз жақсылап орындап қойдым. Керемет болыпты. Қайда қоямыз? Алдына қойған дұрыс шығар. Сен спорт киімін кимеуші едің? Мен велик ешқашан мінбеген. Жұмыс болған соң велик тегуде тұра бер. Мынау біртүрлі тыртысып тұр ғой, басқаша. Бар ғой енді бүгінше осылай жүре тұрайыншы. Осылай ыңғайлы. Міне, біттік. Сендер көп бөгелмейсіңдер ме? Қазір қонақтар келіп қалуы мүмкін, аға жеңгелерім келеді. Жоқ, біз тез келеміз. Анда жарапайлар дайындалып жатыр. Біз де келіп көмектесеміз ғой. Рахмет, Болатбек. Опа, шығып жүріңдер. Әке, Алтынайға спорт киімі қатты жарасады екен, Ой, бұрмай, құдағи. Қамыр илегенде қолыңызға жұқпай. Түнді келсеңіз де шаршамаған адам сияқтысыз. Енді көтеріңкі көңіл күй болғаннан кейін адам шаршағанды ұмытып кетеді екен. Оның үстіне ауа райы да керемет болып тұр ғой бүгін, қараңызшы. Иә. Ермахан қайтқалы бері балаларымның тек өздері ғана болып бас қосқалы отырғаны осы. Келіндеріңіз, құдағиларыңыз келеді. Иә, әйелдер кеңесі болады. Құдағи деймін, мынау келіндеріңізге биыл ұл туыңдар деңіз. Әйтпесе әйелдер жаңа басым болып кететін болса, Мәди, сенсің бе? Апа, бұл мен ғой. Амансыздар ма? О, қолыным. Құдай амансыз ба? аман байналайын. Айналайын. Қалайсыздар? Меруерт қайда? Ана, Рыскүл құдағишы. Олар кейінірек келеді. Меруерттің ағасы әкеп тастайды. Құдағи, қалайсыздар? Жақсы, шүкір, өзің қалайсың, айналайын. Міне, шаққылап жүрміз. Түні бойы жол жүріп шаршаған шығарсың. Тынығып ал бала. Ештеңе етпейді апа. Таңертең шыққанмын. Мәди қайда? Мәдиді жаңа аулада көрмедің бе? Жоқ. Онда Шермаға кеткен болар. Әлшер, Мәдиді сен қас танымайсың. Өзгөрді. Бұрынғы Мәди емес. Не болды? Миллион ұтып алды ма? Жоға. Несие алуға берген өтініші қабылданыпты. Қалғанын өз айтар. Жақсы, жақсы. Қыздар қайда? Көрінбейді ғой. Ешкім жоқ еді. Ертемен олар дүкенге кетті. Апа дүкендеріңіз істеп тұр ма? Ойбай, істемеген деші. Алтынайын қазір кәсіпкер әйелге айналды. Айтыңыз жағар құдағи. Мәдиге рахмет. Жаңалықтарыңыз көп қой тіпті. Иә. Менің де сіздерге жақсы жаңалығым бар. Иә. Бірақ оны қазір бардағы жиналған кезде айтам.
Жарайды, бала. Дәулет. Жан, тоқтап ұйқыңды аша аларсың мүмкін? Қандай керемет. Күшті, е? Жаным, ары қарай мен жүргізсем кетеді. Айттым ғой саған, үйге жақындайды, сосын сен жүргізесің. Саған қиын болады ғой енді бір мезгіл демалып алсайшы. Мен былай ықтимал келе жатырмын. Қалай? Сен қасымда отырғанын өзі демалсын ба? Тездетуіміз керек екен. Көлікке бара бересің ба? Бәрі жақсы ма? Жақсы. Ей! Дәулет! Тез бер келші. Не болды? Біздің әнімізді беріп жатыр. Радиодан ба? Иә? О, керемет. Құттықтаймын. Сізді де құттықтаймын. Рахмет, айналайын. Рахмет жаным, осының бәрі сенің арқаң. Жоқ, ол не деген? Күшті, күшті. Енді терезені ашып бәрі естісін. Сәлем. Қайырлы таң. Оят жүрген жоқпын ба? Жоқ, бүгін демалыс емес пе. Таңғы ас дайындап жатқам. Мүмкін мен кешек келер. Жоқ, Дәулет. Манау саған. Рахмет. Бұл Ботаға. Бота үйде ғой? Иә, әрине. Ұйықтап жатқан жоқ па? Жоқ, ояу. Жоға шық. Бота, үйге қонақ келді. Сәлеметсіз бе, Жаса? Сәлем, Бота, мынау саған. Рахмет. Ұнады ма? Иә, өте ұнады. Мен сендерді бүгін киноға шақыруға келдім. Қазір кереметте мультфильм болып жатыр. Менің әріптесім мақтады. Не әріптестерің мультфильм көре ме? Жоқ, енді балалары барлары әрине мультфильм көреді. Түсінікті. Боташ, онда сен жүгір тезірек тісіңді шайып, киіміңді ауыстыр. Жарайды. Киноға барамыз ба? Иә. Тездет. Отыр. Жарас,
Мен Мәулен туралы естідім. Сұмдығай. Тіпті зәре құтымыз қашырып еді. Далаға шығуға да қорқатынбыз. Енді еш қауіп жоқ. Иә. Сендерге енді сөгіс жариялайтын шығар. Енді барлығы дұрыс болады деп сенемін. Басқа малымыз болмады ғой. Иә, түсінем. Жарас. Саған көп-көп рахмет. Сен бардан мен еш нәрседен қорықпаймын. Мен әрдайым қасыңдамын. Сенбі күні демалатын күндеріміз сирек болып кетті ғой. Сондықтан да осы күнімізді жақсылап өткізуіміз керек. Сен ақ сенбі күні жұмыс істей бер. Неге тек мен ғана жұмыс істеуім керек? Сенің де атқаратын шаруаларың көбейеді. Түсінбедім. Мен тек жай былай айтқаным ғой. Сөзіңе сене қалдым. Көзіңнен байқап тұрмын, бірақ сен шасырып тұрсың. Сенбі күні неге жұмыс істеуім керек? Өзің тауып көр. Түр, Жәнібек, жұмбақтама айтсаңшы енді. Жаным, әр нәрсенің өзінің айтылатын уақыты болады. Мен саған қазір ештеңе айта алмаймын. Одан да тойдың мәселесін талқылайық. Бір әңгіменің шетін шығарасың да сөзді басқа жаққа аударып жібересің. Мұның қалай, Жәнібек? Саған той туралы әңгіме қызық емес пе? Қызық болғанда қандай? Онда сол жайлы сөйлесейік. Қалауыңды айт. Ақ көйлек. Жақсы. Тек лимузинмен қаланы арламай қойшы. Жоқ, мен бірінші рет тұрмысқа шығып жатырмын. Сондықтан барлығының болғанын қалаймын. Тойды сенбіге белгілейік. Айтпақшы, сен сенбі күнде жұмыс істейді екенсің ғой. Сен осынеге сенбіге жабысып болдың. Сенбі болса, сенбі болсын. Айтпақшы, Майражан, біздің тойға келетін адамдарымыз мына жаққа сыймайтын сияқты. Айтасың ба, жоқ па? Нені? Айтпайсың ғой, я? Болды. Ешқандай тойдың керегі жоқ. Майра. Майражан. Бұртыға бермеші енді? Бұртыйып отырған жоқпын. Сен неге мені мазақ қылып отырсың? Бір сөзді бастадың да ары қарай айтпайсың. Жақсы. Негізі бұл туралы дүйсенбілік жиналыста айтылу керек болатын. Сен менің айтпасқа жанды қоймай тұрсың. Айтайын. Біз сені Мәуленнің орнына тағайындаймыз деп шештік. Сонымен? Бары осы ма? Неге, не болды? Мен оны онсыз да білем. Қалай? Қайдан? Солай болатыны онсыз да белгіледі ғой. Орын бос, ал оның қызметін онсыз да мен атқарып келдім. Солай емес пе? Сен мені таң қалдырып отырсың. Мен сені әлі талай таң қалдырам. Мен тек сені ғана сүйемін. Апа, мен бәрін дайындап қойдым. Қазан астын от жағайын ба? Үлгереміз балам. Әнем? О, ассалаумалейкум. Қайсың? Ақырын. Қазір тек шай ішіп алайық. Әлшер жолдан келді, қарны ашқан шығар. Иә, төрлет. Көлігіңді қайда қойдың? Сарайдың алдына, байқамадың ба? Мән беремін. Қазір дәулет келу керек. Үстелдердің бәрін қойдыңдар ма? Иә, бәрін қойдық. Құдағи отырыңыз. Таңнан бері бір тыным таппадыңыз. Әбден шаршаған шығарсыз. Ештеңе етпейді. Дәрігер көбірек қимылда деген. Ой, біздің жасымызда көбірек қимылда оңай емес. Денсаулығыңыз әйтеуір жақсы ғой. Шүкір тәуба. Айтпақшы, ана менімен бірге ауруханада жатқан Нұргүл деген танысымды көрдім. Қалай екен өзі? Сауып кетіпті? Дертінен айығыпты. Бейтаныс бір адам
қаржылай көмек етіпті емделуіне. Ала Қойшы. Иә, өзі керемет құлпырып кетіпті. Күйеуге тигелі жүр екен. Қуанышында шек жоқ. Ой, шүкір. Әй дегенмен, қайырымды адамдар бар, а? Бар ғой, бар. Келіңіз, алаңыз. Рахмет. Мен Болатбекке барайыншы, отын жардым екен, көріп келейін. Шайын түшпейсің бе? Кейін ішем. Құдағи, шайыңыз дәмді болыпты. Апа, мен ферманы біраз аралап қайтсам. Жарайды. Сен де бара бер. Бауырынды көптен көрген жоқсың, әңгімелесіп қайтыңдар. Айналы. Екеуі оңаша сырласайын деген ғой. Ұлдарым есейді ғой. Тәубә. Тәубә, шүкір Құда. Мәди? Сен жарадың. Неге? Нағыз азаматтық жасадың. Адамның өміріне араша түстің. Солай шығарып білмеймін. Сол кездегі ең дұрыс істеген ісім сол болып шығар. Иә. Өмірде бәрін ақылмен жасаудың қажеті жоқ екенін міне енді түсініп жатыр. Менің түсінігімде ақыл мен жүрек қатар жүру керек. Мәди, ұмытып барады екен. Бізге 20 тәрелке 20 қасық керек. Жарайды апа, қазір барып келем. Апа, біз қазір Мәди екеуміз барып қайтамыз. Жоқ, керек емес, өзің барып, үйде жат демала бер. Еше кетпейді. Жазылып. Көлікпен барып қайтамыз ғой. Жақсы. Тек кешікпеңдер, тез келіңдер. Иә, тез келеміз. Көлігінде тұр. Айтпақшы, бағдарлама бойынша өтінішіңді қолдайтын болыпты. Иә. Енді қаржыландыратын болды. Келесі аптада барып жылқыларды көрем. Қалай? Қорқпайсың ба? Дегенменде жаңа жұмыс. Қорқам. Бірақ сен мен білесің ғой, мен тәуекелшімін. Оның үстіне үйдің іші қолдап отыр. Ең бастысы қиындықтардан қорықпау керек. Түх. Енді ағаң ақыл үйрет. Жоқ, ақыл емес. Кеттік жүр. Дәулетлі құлындарым сол. Құдағи. Амансыз ба, құдағи? Аман есенсіз бе? Қалай жақсы жеттіңіздер ме? Рахмет, жақсы. Айналай, қош келдіңіздер. Амансыз ба, апа? Мәдилер қайда? Әлшер екеуі аудан орталығына кетті, қазір келді. Әлшер де келді? Өзі ғана. Мерет пен құдағи енді келеді. Амансыз ба, апа? О, жаным сол, көп жаса. Сағым, көлікті өзің айдап келдің бе? Я, олға кіргенде ғана айтады. Қош келдіңіз. Төрлетіңіз? Әрине, қазір ана сөмкілерімді алайын, құдағи. Дәулет? Жақсы балам. Әйтпесе үйге кіре бер, мен өзім ақ істеймін бәрін қазір. Жоқ, апарайын. Ендеше алып жүр ғой. Дәулет, жаңа сұрайтын мүмкіндік болған жоқ. Мен білейін дегенім... Дұрыс қой, бірақ кейінірек сөйлесейік. Сен ойланшы. Мен не айтсам да тек сендерге жақсы болсын деп айтам ғой. Түсінетін шығарсың. Иә, түсінемін. Түсінемін. Дәулет аға! Жоқ, құлыныма оянған екен ғой. Балалы базар деген сөз бар, Линда. Енді мен сендерден немеремді күтем. Я, апа, әрине. Естай батыр. Үлкен жігіт болып кетсің ғой сен? Мынау саған. Бар ағай кетшер. Жарайды, мен ойланайын. Мұның ақыл. Ойлан, жарай ма? Бітті. Не болды, Айнұр?
жарысқа баратын адамдай қатты асықтым ғой. Асығып тұрмын, апаға көмектесу керек. Маған телефон соқты. Әлішер аға келіпті, Дәулет аға мен Линда келді. Ане көрдің бе? Тезірек болайық онда. Маған көмектесіп жүр. Бам-ба-бам. Талғат! Қалайсың, Айнұр? Жақсы. Сәлем, Алтынай. Сәлем, Талғат. Бізді қалай тауып алды? Ол бір қызық әңгіме. Көшеде келе жатсам, бір әдемі қыз велосипед теуіп кетіп бара жатыр екен. Дұрыстап қарасам Айнұр. Айғайласам тоқтамайды. Міне, артынан еріп келдім. Жүрет, онда мен бара берейін. Сені кештеу керек деп айтам. Дүкенді жабуды ұмытпаймын деп. Жүрет, көріскенше. Жарайды, Алтынай. Көмектесейін бе? Жоқ, керек емес. Жас жігіттер, қалайсыңдар? Қалайсың? Үй, ақыр. Ассалаумалейкум. Алейкум салам. Қалай, мать? Жақсы. Әке көмектесейін. Тағы біреу керек емес. Аман есеміз, аяқ қолым бәрі дұрыс. Көл. Шүкір. Қалайсың бағым? Жақсы өзің көргендей. Эстафетін өзінен алдық. Дәулет, өткендегі ауруханада жағдайға ренжіме. Солай болу керек болды. Кейін түсіндірем саған бәрін. Түсінем ғой. Әтеде сенің көңілін білем ғой. Маған көмектескің келді. Негізі, кінә өзінен саған көмек керек па, керек емес па сұраған жоқпын, кірісіп кеттім бірден. Айып етпе. Жағдай қалай? Уақытты қыз, қол тимейді, хабарласпай кеттік. Айтпа. Кеше біріншілік өткен жастар арасында. Жігіттерің қатысты ма? Қатысты. Бірінші, екінші орын біздікі. Мықтысың ғой. Бапкерлікті қалатын болдым. Алып тастаймыз деп пе? Сондай бір әңгімелер шыққан алдында. Бапкерліктен басқа тағы қандай ойларың бар? Көреміз енді. Ойлар бар. Байға, бір бапкерлікпен отбасын дастыра алмайсың. Әлішер турбаза бар еді ғой, мен жұмыс істеген. Бұрынғы ма? Иә. Соның иелері сатамыз дейді. Аласың ба? Көреміз соны. Ой, ойлам жоқ. Алғың сал, мен көмектесейін. Рахмет. Ағаларым? Өше кейін соғысыңдар, жүрсеңдерші, бәрі күтіп қалды ғой. Жүр кеттік. Қалай, Мадик? Жақсы. Үйдің артын тазаламайтын боласыңдар ғой, деме? Қол тимейді. Мен сені қатты сағындым. Мен де. Сен ойламаған бір күнім болған емес. Ай, қойшы. Рас айтам. Мен барлығын ой елегінен өткізе келе түсіндім. Сен тек өз өміріңді ғана өзгертіп қоймай, бәріміздің өмірімізге әсер еттің. Бұл енді артық мақтау. Неге артық? Артық емес. Мәди, Алтынай, Гаухар апа. Бәрі өзгеріп кетті. Өйткені арамызға сен келдің. Адам дей олтпаш. Айнұр, мен саған үйленгім келеді. Сен маған сөз айтып тұрсың ба? Иә? Қызға осылай сөз айтам екен? Күл түсті айтыр. Қазір. Міне. Бұл не? Маған тұрмысқа шығасың ба? Иә, келсем.
Табаева деген мен сырға алмадым. Күйеу болыңдар. Бір-біріңді ізде. Әрине, ынтымағы мол жерде болады. Сондықтан ынтымақты болыңдар. Қиналғанда бір-бірлерінен көмектеріңді аямаңдар. Және де көмек алудан қысылмаңдар. Енді жақын адамдар бір-біріне көмектеспегенде кім көмектеседі, солай емес пе? Иә, өте орынды айттыңыз, құдағи. Шындығында да өмірде қиындықтар көп болады. Ал дәл сол кезде қол ұшын саған кім береді? Бауырың мен жақының ғана? Әрине. Әкелерің екеуміз бойымыздағы барымызды сендерге бердік. Өздеріңе сендік. Сол сенімнен шығатындарыңа күмәнім жоқ. Рахмет, апа. Құдайға шүкір, бізді қатарымыздан қалдырмай мәпелеп өсірдіңіздер. Рахмет сіздерге. Шіркін, әкеміз қасымызда болса, мүлде басқаша болар еді. Рахмет, әкеме рахмет. Құдай алдынан жарылқасын. Рахмет, апа. Рахмет, апа. Шіркін, қазір әкелерің болғанда. Босамаңыз енді, құдағи. Шүкір, тәуба деңіз. Бүгін қуаныштымын ғой енді, құдағи. Дәулет, бізге көмектесіп жібере аласың ба? Қазір. Стой. Стой, батыр. Стой, батыр. Бала жылып жатыр. Ендігі арманым, құдағи, Әлішер мен Дәулеттен немере сүйу. Орындалсын арманыңыз. Апа, мененше. Құлыным-ау, алтыным-ау. Яғни Естайды сүйіп жатырмыз ғой міне. Зере деген ханшайымымыз бар өзінде. Ай, дұрыс. Стой, батыр. Линда, маған бір ой келіп тұр. Қандай? Апаңның ұсынысынан бас тартпаймын ғой деймін. Бірақ кейін 2-3 есе етіп қайтарамын. Жан, рахмет келіскеніңе. Саған орамал күшті жарасады. Қалайсыңдар, қыздар? Сәлем, қыздар. Сәлем. Мәди. Талғат, ассалаумалейкум. Уағалейкум. Келгеніңе қуаныштым. Мен де. Жүр төрлет. Қалай, бизнесмен? Қарның шықып? Маған да ұнады. Иә? Сақинам құтты болсын. Талғат маған сөз айтты. Құттықтаймын. Болсын. Әлішер, Апа. олар адасып кеткен шығар. Тіпті ұзақ айналды ғой. Апа, табады ғой. Келеді, апа. Бірден неге алып бере салма. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Алейкум салам. Қалайсыздар? Апа? Амансыз, апа? Жақсымыз. Өзім де солай ойлап едім. Онда бәріне айтайық? Жоқ, қазір қажет жоқ. Ыңғайсыз болады кейін. Ай, Нұр, еш нәрседен тайсаламайтын батыл қызды мен қазір көріп тұрған жоқ. Ұялатын несі бар, айтшы. Неге соза бересің, айтшы? Қызым меруертпен апасы келе жатыр. Жүр онда, жаңақта кетші, жүр. Келгендер жақсы болды. Олардың барлығын дұрыстап шыңдау көрген. Қолғап жатыр. Апа, біздің сізге айтатын жаңалығымыз бар. Гауһар апа мен Айнұрға сөз салдым. Ол келісті. Қарақтарыма бұл үлкен қуаныш қой. Берге. Айналайын, Айнұржан. Бағың ашылсын жан. Құттықтаймын. Бақытты болыңдар. Иә, құттықтаймын, бақытты болыңыздар. Құтты болсын. Ау, Құдай Мінеке жастар көрдіңіз. Айналайын. Ой, құдағи, біздерге тағы да қонақтар келді-ау деймін. Бұл келген берберттен құдағи шығар.
Әлшер, қарсы ал барып. Дастарханға отыратын уақытта болып қалды. Қыздар, мен барып киім ауыстырып келейін. Жолдарыңызды жеңдіріп жатсаң. О, құдағи, аман есенсіз бе? Көргеніме қуаныштымын. Хош келдіңіз. Амансыз ба? Жақсы мажан, бақытты бол. Рахмет. Ойбай, үлкен жігіт болыпты. Ойналар. Мына сізге. Рахмет. Ал енді төрлетіңіздер. Алтынай, Линда, етті түсіре беріңдер. Саламатсыздар ма? Жүріңіздер. Рахмет. Сау Құдағи, төрлетіңіздер. Отбек. Жайғасыңыздар, отырыңыздар. Дайын ба бәрі? Бүгін міне, бәріміздің басымыз қосылғанына қуанышым қойныма сыймайды. Қосылдық айды. Жылдан жылға, тіпті жыл толмай. Басымызға бас, жанымызға жан қосыла берсін демек. Апа, бір жылға жетпей көбейетін сияқтымыз Құдай қаласа. Мен бір жақсы жаңалықты естіп тұрмын ба? Құлындарым рас па? Бағана сізге айтайын деген жаңалығым осы ғой. Құтты болсын, айналайын. Құтты болсын, құттайым балам. Құтты болсын. Құдағи, сіз біліп бедіңіз? Менің де естігенім енді көп болған жоқ. Несі бар енді? Қызым, біздің отбасымызда бір-бірімізден жасырар сыр болмайды. Жаңалықты естіп отырсақ, бізге қуаныш, саған демеу. Әрине. Құтты болсын. Айналайын. Андарым сол. Рахмет, Құдай қаласа. Қуып жетеміз. Ет келді. Ал. Бәрекелді. Ой, мені қандай. Міне тап. Ал, астарыңыз дәмді болсын. Алыңыздар. Ал, асқар алып берсін, денге саулық берсін. Дастарханымыз берекелі болсын, шаңырағымыз қашанда мерекелі болсын. Әумин. Ал, алып отырыңыздар, Құдағи алыңыз. Шейді. Сайдан алып отырыңыздар. Апа, мынау сізге. Сүтпен ішесің бе? Басымыздың қосылғанына қуанып тұрмын бауырларым. Бүйтіп көңіл көтермегенімізге біраз болды, айтпа. Әкем марқұмның бірлік болса тірлік болады деген сөзі қашан да есімде. Әттен қазір әкеміз арамызда болса. Бұл енді өмірдің заңдылығы. Әкеміз кеткенімен де Құдайға шүкір, шаңырақ орында. Әр қайсымыз бөлек-бөлек отау тіктік. Естерінде болсын, біз де осы қасиетті шаңырақтың бір бөлігіміз. Дұрыс айтасың, Әлшер. Біз бауырмыз. Бауыр болғандықтан да қашан да бір-бірімізбен тату болуымыз керек. Бір-бірімізге сүйеу болуымыз керек. Меніңше, қиын күннің бәрі артта қалды. Енді
Әкем көрмеген қызықты апам көрсе. Ең бастысы осы. Апа? Ой, апа. Не болып қалды? Бәрі жақсы. Өздеріңе қарап тұрсам, өмірдің талай белестерін арттарыңа тастаған салиқалы азамат болсыңдар. Ал мен үшін әлі кішкентай менің құлшақтарымсыңдар. Апа. Ойналды. Ойналды. Тағдырыңа тоғыр болған, ертең үміт нұрлы арман, батқан күндей баянсыз боп, жарқ етеді ғұмыр жалған.